Иық белдеуі сүйектерінің буындасуында бірінші төс пен бұғана буыны, артикуляция стernoclavicularis. Буын беттері төстің инцизура clavicularis бұғана тілігі мен бұғананың extremitas sternalis, яғни төстік ұшының буындық беті facies articularisінің беттесуінен құралады. Буын беттерінің шеміршекпен қапталған, буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне тартылып орналасады. Буынның қосымша элементтері: буын қуысында дискус артикулярис пен буын қуысы екіге бөлініп тұрады. Егер оны муляжда қарайтын болса, буын ішіндегі буын қуысындағы дискі көрінеді. Буынның қосымша элементтері: буын сыртында алдынан ligamentum sternoclavicularis anterior және ligamentum sternoclavicularis posterior алдыңғы және артқы байламдар арқылы буын қапшығы мықтап бекітілген. Бұдан басқа екі бұғана сүйегінің арасында, мойынтырық тілігінің үстін орап, екі бұғана сүйегінің extremitas sternalisінің арасына тартылған ligamentum interclavicularis. Ал бірінші қабырғаның шеміршегімен бұғана сүйегінің қабырғалық төмпегі tuberositas costalis арасына тартылған ligamentum costoclavicularis пен мықтап бекітілген. Буын пішіні бойынша ер тоқым тәрізді, бірақ қозғалысы бойынша көк өсті шар тәрізді буынға сәйкес келеді. Бірақ бұл буында негізінен қозғалыстар, яғни бұғана осы буында алдыға артқа және жоғарғы төмен негізгі қозғалыстарды жасайды. Бұдан басқа бұл қолды келесі акромион бұғана буынымен бірлесе отырып қозғалыстардың шеңбері кеңейеді. Келесі бұғананың буындасуы бұл бұғананың акромион ұшы мен extremitas acromialis пен жауырынның акромион өсінің арасындағы буын артикуляция acromioclavicularis. Яғни бұл сүйекте қарайтын болсақ, жауырынның акромиондық өсіндісі мен бұғананың акромиондық шеті арасында тартылып осылай буындасады. Буын беттері құралады. Буын қапшығы буын беттерінің жиегіне тартылып орналасқан. Міне буын қапшығы көрініп тұр. Буынның қосымша элементтері осы акромиондық өсінді мен бұғананың акромиондық ұшына тартылған ligamentum acromioclavicularis пен тікелей мықтап бекітілген. Алдарыңызда көрініп тұр. Бұдан басқа processus coracoideus пен бұғана сүйегінің арасына тартылатын ligamentum coracoclavicularis пен мықтап бекітілген. Бұдан басқа бұл буынға қатысы жоқ жауырынның өзіндік байламдары бар. Оның бірі құстұмсық тәрізді өсінді мен акромиондық өсінің арасына тартылатын ligamentum coracocranialis бар. Бұдан басқа жауырынның инцизура скапулясының үстінен тартылатын ligamentum transversum scapula superior және inferior осы байламдар арқылы мықтап бекітілген. Буын пішіні бойынша бұл эллипсті және екі өсте қозғалады.